алматылық той аптасы аяқталып келеді. Бұл келіндер бәйгесінің финалы. Бас жүлденің Қазақстандағы көрікті мекендердің бірі Қатон-Қарағайға тойдан кейін саяхат жасау үшін берілетін жолдаманың тағдыры көп ұзамай шешіледі. Қыздар, енді барлықтарыңды отбасы құруларыңмен, жаңа өмірге қадам басуларыңмен құттықтаймын. Жоба басталатын кезде қатты қобалжығанмын, қандай қыздар кездеседі екен, қалай ары қарай сөйлесіп кетер екенбіз деп. Жоқ, бәрі ойлағандай емес, жақсы өтті. Жазира, тоқтай тұр, нүкте қоюға әлі ерте. Күшті тәжірибе жинадық. Егер де бір-бірімізден критика естіп жатсаңыздар, көңілдеріңізге алмаңыздар. Бір моменттер болып қалып жатты ғой, бір-бірімізді ұстап қалып жатқан. Сол себепті артық кетіп жатсақ, енді айыпқа бермайсыңдар деген ойдамын. Көңілдеріңе алмайсыңдар деген ойдамын. Не болды? Бір-біріңнен қалмай кешірім сұрауға кірісіп кеттіңдер ғой. Жазираны кішкене қатты критиковать ететін шығар деген ой болды. Бірақ көп тойларда бірге жүріп, съемкаларда бірге жүріп, кейін ол қанша өзі мінездік болғанмен, бірақ ондай қатты критик емес екенін байқадым. Менің сөздерім может ұнамай қалса. Ең бас қарғыста порчасымен На личность никак не переходила. Неге екенін Мадина ғана ештеңе айта қоймады. Және өзі қобалжып жүр. Мадина енді өзінің әлемінде ешкімді жақын тартпаймын, дос болатын ондай ниетпен келген жоқпын. Әрине, бастаңғыға жиналған жоқсыңдар. Жарыстың аты жарыс дегенмен спайлық үшін болса да жымиып қоя аласың ба? Вдруг енді что-то не понравится. Ренжімеңдер. Заранее айтып отқанмын. Сториске билеп, Мадина вообще сториске салып, аккаунттар билеп, мыналар. Маған екен деп. Нағыз вообще дана. Бетке күліп, арттан былай сөйлейді екен деп ше. Қыздармен араласа келе, сөйлесе келе, жалпы ойларын біле келе, именно мына қыз балымды түсіріп жүр, төмендетіп жүр деп айта алмаймын. Ондай сомнение жоқ қыздардан біреу-біреуге төмен баға қойды деген. Наоборот, мне кажется, бәрі максимально жоғарғы бал қойған сияқты. Кімнің қандай баға қойғанын сәл кейінірек білесіңдер. Төмен баға қойып жатса, енді тоже на их совести ғой. Жеңіс әрине маңызды ғой. Бақ шабама, бап шабама деген сияқты нәрсемен жай ғана жеңіп кетсең лучше, бірақ қатты өзіме ожидание деген нәрсе қоймаған. Ең бастысы қатысу деп ойлаймын. Басында айтқам, главное не победа, а участие деп. Но енді барлық тойларды көрдім, анализ жасаған кезде андай жеңілсем кішкене обидно болып қалатын сияқты болып тұр. Енді по сравнению басқа қыздардың тойымен қарағанда, мен өзім тойым жоғарғы деңгейде өткен сияқты. Яғни саған тең келетін ешкім жоқ қой. Мен үшін барлықтарыңыздың тойларыңыз өте күшті деңгейде өтті. Байқаумен, бірақ ары қарайда осылай қарым-қатынасымызды сақтап қалайық бір-бірімізбен. Араласып тұрайық. Көрерміз, финалдан кейін бір-біріңмен араласқыларың келе қояр мекен? Бақытты болыңдар, ұзақ өмір сүріңдер күйеулеріңмен, бірге қартайыңдар. Жеңімпаздың есімін жариялайтын кезде жақын, бірақ алда тойдан алған жалпы әсерді бағалаумен үздік қалыңдыққа дауыс беру күтіп тұр. Ал әзірге осы аптада өткен тойлардың кейбір сәттерін еске түсіріп көрейік. Алғашқы болып өз тойына 24 жастағы криминалист Дана шақырды. Тойға 300 адам қонаққа келді. Бюджет 20 миллион теңге болды. Қалыңдық сұлулық салонына таңғы сағат 8-де жетіп барды. Соның кесірінен макияжы туралы жағымсыз пікірлер айтылды. Легкий макияж, памятпастан бітіргеннен кейін кішкене шаршаған макияж шығар енді. Былай вау эффект жоқ макияжында. Шашы не очень деп айтсам бола ма? Макияжға таңғы сағат 8-ден бардым. Тойдың соңына дейін әрине шаршайды. Любой нәрсе шаршайды деп ойлаймын. Мен не то, что макияж, мен өзім шаршап тұрдым. Ең бастысы бүгін шаршама. Тойың туралы неше түрлі сын естисің. Давай, вот, это интересно. Ендеше бәрін ретімен бастайық. Күйеу жігітпен қалыңдық әдемі болып, суретке түсудің қамымен жүргенде, Жазира мен Мадина мейрамхананы бағалауға кірісіп кеткен еді. Мен бірінші рет келіп тұрмын, бұл жерге келіп көрмеген екенмін. Сыртын әдемі істеп қойды. Қызыл кілем төселіп, ресторанның өзінің биіктігі, барлығы өте әдемі, көзін жауын алып тұрды. Ой, қандай күшті. Можете натуральный сок?
кіре салған кезде жақсы адамға әсер қалдырады фуршет дегеннің өзі. Біз енді дәмін таппадық, енді бірінші рет кіргеннен кейін бәрі қарап тұрып біз ұялдық кішкене. Ұялшақ блогер бұл да өзінше бір жаңалық шығар. Күшті өтеді деген ойдамыз, енді ша демеген. Күшті фотолар шығады келген қонақтарда деген ойдамын. Маған самый главный освещение жақсы болғанын қалаймын. Алайда безендірудің әдемілігі мен жарықтың молдығы жеткіліксіз болып шықты. Камера. Жарық. Қалыңдықтың залға кіру салтанатын бәсекелестері сториске дер кезінде жариялай алмады. Өйткені Қалыңдық шыққан кезде әдемі болды. Қазіргі кездегі заман талабына сай барлығы көңілімнен шықты. Бірақ бір сол минусы болды, ол сеть. Не десек те, Мәдина мен Жазираның мейрамханаға қоятын бағасына дәл осы ғаламтор желісінің кесірі тиді. Оған қоса, жұлдыз сәулеткерлердің дизайнерлік идеясын онша бағалай қоймады. Сет ұстамайды. Қазір екінің бірі инстаграммен фото, видео салады сол. Ал маған сет важно. Ресторанда сет ұстамайды. 3 тойда да болдым. Үшеуінде де мен вау интернет көрген жоқпын. Ондай нәрсені мен айтқан жоқпын ғой. Ресторанның дәл төбесінде тұрғаны стеклянный біріңге тұрды ғой, потолок разноцветный. Сол нәрсе қатты ұнамады, себебі шіркеуге кірген сияқты болып қалдық та. Ну, зато тек қана мен ресторанымда ғана болды ондай шіркеудегіндей узорлар. Десең. Ну, в основном ол анам великолепный век көріп бердіңіз. Сондағы Ибрагим сондайларын ұнататын. Примерно сондай узорлар сияқты. Той төрешілері ғаламат ғасырдың атмосферасын сезін алмады. Себебі оларға өздерінің пікірі бойынша Қарағандыдан 1 миллион 200 мың теңгеге арнайы келген асабаның орынсыз әзілдері кедергі болыпты. Любой осознанный человек после этого больше не скажет. Негізі жаңа құдаларға көп сөз беру керек. Наоборот, құдаларды қолпаштау керек қой бұл жерде. Көбірек сөйлей берсе де олар правалары бар. Я тамаданың неудачный шуткаларымен мен келсем, той аяқталғаннан кейін тамадаға да ескерту болды. Себебі адамның на личностьна переходил он, но кішкене приколға айландырмады соны. Бірақ ол үшін тамада той біткеннен кейін бізден кешірім сұрады. Бірақ сыншыларымызды қонақтармен бір толқында болуға жетелеген асаба емес, той дастарханы сияқты. Өйткені сол кеште ең көп ұпайды ас мәзірі алды. Бешбармақтың өзі жылқының етінен жасалғаны көрініп тұрды. Еті дәмді болды, наны қолдан жайылған. Өз басым еті қатты талғап жегеннен кейін маған жұмсақ, бірден жеген кезде ыстық болып келді, сонысы қатты ұнады. Тамақ жақсы көремін мен. Қарындары тойған келіндер дос жаранның делебе қоздыратын биіне шабыттана қосылып кетті. Жас жұбайлармен қосылып билегендер де ұнады. Келіндер бәйгесі бұл аптаны Алматыда, Қазақстанның оңтүстік астанасында өткізді. Ол Іле-Алатау етегінде орналасқан бірегей мегаполис. Егер мұнда алғаш рет келіп тұрсаңыз, міндетті түрде көруге тұратын топ орындардың қатарында Алматының беткұстар символы Медеу мұз айдыны бар. Сондықтан да Медеу конькимен сырғанау спорты бойынша орнатылған рекордтардың саны жағынан стадиондардың арасында көш бастап тұр. Оны еліміздің басты мұз айдыны деп атайды. Келіңіз, еш өкінбейсіз. Орта тарлау болған сияқты, вальске. Қатты фейерверк нәрсе болған жоқ, қарапайым болды. Дана өзі осындай веселая қыз екен, барлығын өзі алып жүрді десем болады. Бүткіл биде де, көңіл күйді көтеруде де Дана өзі алып жүрді. Бірақ бұл жағдай қалыңдықтың бейнесін сынап мінеуге кедергі бола алмады. Алдарыңызға адал астын, сол адал астын по фигуре киіп жатыр ғой көбісі. Апамыздар, Әлия апамыздар, Әйбек, Гүлназ.
Қазір заман өзгерді, пышность қалды. Қазір более современный по фигуре жүретін көйлектер негізі в тренде. Өмірімде бір рет киетін болғаннан кейін мен не хотела былай. Жай ақ көйлек. Ондай жай ақ көйлектерді жай тойларға да кие аламын деп мен шештім. Шлейфі өзіне біраз кішкене ыңғайсыздық тудырды да, Дана оны бүкіл той бойы былай қолына алып жүруге тура келді. Менде петличка болу керек болған, шлейфті жинап қоятын. Білмеймін қай уақытта біреу басып жіберді ме екен, сол петличка ілетін жерді жұлып алыпты біреу. И содан кейін мен іле алмадым петличкаға. На самом деле неудобно болды кішкене. Торт студио. Торт шикарный. Басқаша ерекше болды. Как принцессаны. Иә, андай. Как в Пинтересте болды ғой? Любой қыз етеді ғой. Да, конечно. Торт болса, сондай торт болсын деп өзім сөйтіп ойлаймын. Андай үлкен болып, башня болып шыққаны ол просто кордонный. Любой ресторанда ондай кордон бар. От души придержаться тойы мен тойма. Минусы іздеуге старались. Иә, Дана, сен өз тойыңның жақсы жақтарын ғана көрдің, бірақ одан кемшілік табуға тырысқандар болды. Менде жаңағы живая музыка болды. 4 тойдан ерекше менде ғана болды. Потолок дейсің. А так у меня все было идеально, деп ойлаймын. Не то, что идеально, на высшем уровне. Дана өз тойында 131 ұпай жинады, бірақ іс мұнымен бітпейді. Той кешінен алған жалпы әсеріне баға қоятын кез келді. Әр қатысушының қоржынында қосымша 50 ұпайдан бар. Олар соны 3 бәсекелесіне бөліп берулері керек. Данада тойының жақсы ұйымдастырылғаны көрініп тұр. Шоу программалары, торты деген сияқты. Мен Дананың тойына 20 балл беремін. Данаға 10 балл беремін. Данаға 10 балл бердім. Себебі тойы орташа болды. Орташа? Иә, ең мықтысы сенің ұзатуың болды ғой. Екінші болып әке шаңырағымен 24 жастағы Жазира қоштасты. Болашақ гинеколог-репродуктолог 300 адамды қонаққа шақырды. Ұзату тойына 5 миллион 500 мың теңге жұмсалды. Жазира сұлулық салонын Алматыдан 2 сағаттық жердегі Тескен су ауылында өз үйінде ұйымдастыратын болып шешті. Ол жерде реалити-шоуымыздың жанкүйерлері де тұрады екен. Бұрын осы программаны көргенмін, көп рет көргенмін осы программаны. Прям қызығып қарайтынмын, но бірақ ешқашан ойланбаппын, біздің үйде түсіреді. Именно біздің тойды түсіреді деп. Сол кезде қызық болатын. Көру, бір-біріне баға беріп отырғанын көру. Қалай болады екен деп. Сол күні Мәдина Ахаш бөліміне барып, некесін ресми тіркеуден өткізді. Сондықтан қыздар мейрамхананы тексеруге Мәдинасыз кірісті. Ұзатуға арналған ресторан сияқты. Енді ресторан кішігірім, миниатюрный, сүйкімді, светлый. Маған ұнап тұр. Андай нежный сияқты. Мына ресторан мен өзім рестораным жер мен көктей. Бірақ енді біздікі үлкен той болды, бұл ұзату той, оның бәрін учитывать ету керек. Менің көңілім емес қой, бұл жерде невестаның өзінің көңілінен шығу керек. Бұндай ресторанға жасамаушы едім. Қобалжу үстінде жүргендіктен жалпы детально мән бердім деп айта алмаймын, бірақ өз рестораным өзіме ұнады деп айтсақ болады. Той сыншылары келген кезде мейрамхананың баннері әлі дайын емес еді. Есесіне фотосуреттер тұрды. Қалыңдықтың өзі соларға баса назар аударуды жоспарлаған болатын. Суреттер жақсы таңдалыпты. Мына сурет ерекше, басқа локацияда. Жазираның өзінің фотоларын қойып, өзіне акцент бөлгені ол жақсы болды. Бәсекелестер фотосуреттерді жақсы бағалады. Ал фуршет болса, біраз сынға ұшырады. Фуршет кішігірім екен. Фуршет менің ойымша аз болды. Ыңғайсыздау болған сияқты, себебі адамдар көп жиналған кезде толпа болып кетті да. Фуршетті енді мектепте қойылатын стол сияқты, сол жерде кішкентай ғана фуршет болды. Ой, болған. Жауап бермей қойшы. Жазира, бәрібір әрі қарай үндемей құтыла алмайсың. Жазираны немен алып шықты, вроде мынандай не дешеді, перья банально шықты. Онда ешқандай ерекшелік болған жоқ. Енді Жазира бізге уәде берген жоқ.
необычный нәрсемен шығарады, банальный. Барлық мысалға Қазақстандағы шоу балет ансамбльдерін шығаруы сол периямен шығарды деп айтсақ болады. Осы тойдағы басты кейіпкердің ортаға келуі бәсекелестеріне тым қарабайыр болып көрінді. Ал тойдың басты тамағы таңдайларына татыды. Тек жұлдызға табақтағы ет аздау болып көрінді. Ет сәл аздау болды. Бұл ресторандағы артықшылығы мен өмірімдегі ең бірінші ресторан шығар, который мантының етін қолмен тұраған. Сөздер өте дәмді, бауырсақ дәмді. Брокколимен салат бірінші рет көрдім рестораннан негізі. Біз үйде жасайтынбыз. Тоже дәмді, легкий. Жалпы той дастарханы ойдағыдай болып еді. Тек бәрін Мәдинаның майлық қағазға бірдеңе түкіріп тастағаны білдірді. Аузына қарап отырды ғой дейсіз, не дейді соны, бірдеңе невкусное было деймін. Жоқ, мен өзім қатты жерін жей қойған шығармын, содан кейін алып тастадым. Былай негізі жақсы. Содан болса керек, Мәдина той дастарханын үздікке бағалады. Яғни 15 ұпайдан 5 ұпай берді. Жазираның жаңағы сіңілісі и әпкесі өлең айтты ғой деймін. В своем роде необычно болды. То, что еще екеуі бірдей болып қызыл көйлек киіп алған, ол да әдемі көрінді. Қалыңдықтың сіңлісі салған әннен әсер алмағандар да бар. Енді Жазира өзі әсер алған шығар одан. Маған әсер еткен жоқ. Кәдімгідей минус айтылыпты ғой. Есесіне Дананың тойындағы да емес, бұл тойдың асабасы қыздардың көңілінен шықты. Күшті болып жатыр негізі. Тамада күшті, ең настроение көтерген өзінің настроениесін өзі көтеріп, билеп, солай болып жүр. Күшті тамада. Тамада прям маған қатты ұнаған тамада болып жатыр. Ағамыз деп жатыр еді ғой тамаданы. Асаба даңқ тұғырына жайғасайын деп қалып еді, тек соңғы ойыны сәтсіздікке ұшырап, абыройын айрандай төкті. Носки, рубашка деген менімше артық кеткен сияқты. Именно сол носкиді ары-бері ұстап жүру маған біртүрлі болды. Тамақ ішіп отырған адамдар бар, соның жанынан носки өтіп жатты. Тамаданың мен қандай ойын қоятынын мен білген жоқпын алдын ала. Носки алып келіңдер деп айтып жатты ғой. Сол моментте ол именно дастарханның басынан, қасынан өтті деп айта алмаймын. Жалпы залдың ортасымен жүгіріп өтті ғой. Жазира, бәрі өтті кетті. Енді бәсекелестеріңнің пікірін өзгерте алмайсың. Одан да сенің түр келбетің туралы пікірлерді тыңдап көр. Жазираның бана шаш өрімін бәрін көрдіңіздер ме? Дәл андай. Қыжбек сияқты. Өзінің шашы зұлға Қызыл түсінес көзге көрінеді ғой бәрібір. Енді қызыл бәрібір ол адамды бірден внимание аударта алады. Образы маған ұнап тұр. Образына 4 деген баға қоям. Қызыл көйлек қазір уже трендте емес. Тренд деген нюанстарын мен қарастырған жоқпын. Как будто көп моменттерді профукать етіп алған сияқтымын да. Есесіне бауырларың трендтен қалмапты. Эффектно смотрелась, өтті. Ондай нені трендті Азербайджан солар шығарды ғой. Олар, конечно, бір букетпен емес, дәу букетпен келіп осыпать етеді ғой невесту цветами, сондай. Солардан алып деп ойлаймын. Жыламаңдар деп мен өзім ақылымды айтқам ғой. Наоборот, бақытты болып кетіңдер. Біз все-таки өзіміз таңдаған ер азаматқа кетіп бара жатырмыз ғой. Анена рабство деп жатырмын да, ақылымды айтып едім, білмеймін. Сол сөз действовать етті ма, бірақ Жазира күлімдеп жақсы болып кетті. Өзін айтқан сындарыңды естігеннен кейін Жазираның қуанышы су сепкендей басылып қалған сияқты. Сонымен Жазираның ұзатуы бұл аптада 112 ұпай жинады. Бұл әзірге осы аптадағы ең төменгі көрсеткіш. Алайда қазір бәрі өзгеруі мүмкін. Бәсекелестер қоржындарындағы 50 ұпайды бөлуге дайын. Жазираға 30 балл беремін, себебі менің ойымша мен оның тойын қатты критиковать етіп қойдым деп ойладым. Жазираға 15 ұпай бердім, себебі сол 15 ұпайға лайық деп ойлаймын. Жазираға 20 деп қойды.
Болып айлар жазираны жеңіске жеткізе ала ма жоқ па көреміз. Ал әзірге Мәдинаның инстаграмдағы өміріне көшейік. Үшінші болып өз ұзатуына 24 жастағы блогер Мәдина шақырды. Ол өз тойында 300 адамды қонақ қылып 8 миллион теңге жұмсады. Сол күні қалыңдық жобадағы бәсекелестерінен көрі контентінің қамын көбірек ойлады. Енді өзіне қатысты айтылған сындарды тыңдауға әзір. Дананың тойына барған кезде Мәдина өзі айтқан болатын. Ансамбльді фуршетке қоюдың қажет жоқ екен, себебі шулы болады, адамдардың дауысы бір-біріне естілмейді деген секілді заттарды айтып жатты. Бірақ бүгін келсек, ансамбль тұр екен. Кедергі болуы мүмкін деп айтқанмын, иә. Бірақ ол ансамбль маған сыйлыққа келгендіктен, сол үшін отыра берсін деп айттым. Ал қыздар сені өз идеяларына ортақтасты деп жүр. Дананың менің тойымды көре келе біраз нәрсені қосқаны көрініп тұрды. Бопты онда. Барлығында сол стандарттың нәрселер болған нәрселер болды. Неге жұрттың бәрі сияқты дейсің? Мысалы бәсекелес бикештер өз есімдерін қонақтардың тізімінен тапты, және оларға креативті ой жұмбағынап қалды. Роликімнің алдында шешеді дейді. Шаштаразың алдында. Сонымен қатар сыйлық беріп тұрды. Маған қатты ұнады, осы қызығырақ болды, өзім 2-3 ойын таптым. Қазақстанда көрікті жер көп. Олар әлемдегі жарнамасы жер жаратын атақты орындардан еш кем емес. Бір күнге Алматыны тастап, саяхатқа шығыңызшы. Көлсай көлдерін аралап қайтыңыз. Олар солтүстік Тянь-Шаньда, Кеген ауданына қарасты Көлсай көлдері ұлттық табиғи паркінде орналасқан. Ол жерден сирек кездесетін өсімдіктер мен жан-жануарларды көруге болады. 3 көлдің ең үлкені ортаңғысы болып саналады. Оны кейде 1000 жылқы деп те атайды. Ал ең жоғарғысы Қырғызстанның шекарасынан 10 шақырым жерде жатыр. Айтқандай, қазір оның жағасына бару үшін шекарашылардың рұқсат қағазы керек. Көлдерді қылқан жапырақты ағаштар орманы қоршап жатыр. Бұл жақта атқа, қайыққа, катамаранға мінуге, фотосессия өткізуге болады. Қысты күні көлдердің беті әдемі мұз айдынына айналады. Көлсай көлдеріне барып, өзіңізге естен кетпейтіндей күн сыйлаңыз. Менің ойымша бұл жері бір ырымдап шығарды деп ойлаймын. Менің жолымды берсін деген секілді. Күшті, Тұрсынай апамыз күшті ән айтты негізі. Өлең кетіп жатыр, короче, ал Апашка отстает. Фонограмма, короче. Но это Апашка, конечно, это тоже надо учитывать. Қыздар әншінің жасын ескерді. Оған қоса ас мәзірінен тосын сый шықты. Минус қоям, потому что я волосок нашла. Ойбай. Сол Данадан шыға береді. Жұлдыздың тойынан да Данадан шықты. Қай салаттан шықты? Дәл соны жейін бе деп отырады. Мен де көзім түсіп отыр. Ең бір үлкен минус жағы сол болды, шаш шықты. Тәбетімді жоғалтып алдым, өзім қарным ашып келген. Санат мен сөйлеуім керек дейтін жандар бар болса, бірауыз айтыңыздар. Қалғанымыз қозғалдыңыз ба? Неге именно Данадан деген менің өзімде вопрос болып тұр. Білмеймін, қалай оны айтсам болады. Сәйкестік емес ау. Сәйкестік пе жоқ па, әйтеуір осы олжадан кейін бірнеше салат та сынға ұшырады. Ананас қосылған салат жедім, ұнаған жоқ. Майонезбен бір түрлі болып қалды просто. Ол салат аса қатты ұнаған жоқ. Ішінде жүгерісі көп болды. Көп болса жемей қой. Өздерінің қыздарының түрлері не важно ғой, содан кейін салаты да не важно көрген шығар. Ой, Мәдина, не болды? Шамыңа тиіп кетті ме? Мәдинаның образы әкемекене. Енді екі образ болады деп еді ғой, екіншісі қандай болады екен? Бәсекелестер қалыңдықтың көйлек ауыстыруын асыға күтті. Алғашқы кездесулерінде Мәдина инстаграмдағы бір ашық бейнені көрсетіп, соны қайталайтындай ниет танытып, қыздарды еліктіріп қойған еді. Бірінші көйлегде, екінші образы да
на қарай келе енді ол образды Алматыдан да табуға болады. Алматыда барлығы киілген, ондай көйлектердің барлығы киілген, изношенный уже. Сөйтті новыйын алдырттым. Екіншісін ауыстырған кезде мысалға вау эффект болған жоқ та бізде. Бірінші көйлек ақ и сары узорлармен болды, екіншісі ақ, сері узорлармен болды. Көздері көрмесе өздерінен көрсін. Негізі олар жақын отырған. Мен инстаграмны өздері жібермей қарайды екен. Сторис, пост барлығын қарайды екен. Көйлегінің цветі барлығы негізі көрініп тұр сол жерде. Дальтоник ба бірдеңе шығар қыздар. Мәдина, дальтониктер керісінше қызыл, сары, көк сияқты негізгі түстерді көрмейді. Қыздар екі сөйлейді. Сыртта басқаша, осы жерде, значит, сіздерге басқаша айтады ма? Но я знаю, кто это сказала. Пошла нафиг она. Мәдина өз-өзіне басу айтудан шаршаған сияқты. Ал ұзату тойында асабаны да, музыканттар мен операторларды да шаршамай қадағалап еді. Камера жағынан переживать етті ма, бірақ в целом переживать етіп, әйтеуір беті қызарып жүрді кішкене. Мамасына бірдеңе деп жүгіріп кеп айтады, кішкене қабағын түйіп алып. Ғашықтар вальс билеген кезде арнайы эффектінің жаңа түрі қосылуы керек еді, бірақ мына ресторанға мен ойымша эффект солышке келмеді. Прожектор қоятын жер болмағаннан кейін ба. Надо же вроде сверху, а тут, короче, непонятно, сбоку болып кетті ма, андай дыммен билей салу керек десең. Ол да маған сыйлық ретінде келген. Аласыз ба дегеннен кейін, ұсынып тұрғаннан кейін соны алған болатын, почему бы и нет. Күшті болды, ешкімде болмаған нәрсе болды. Мәдина өзінің ұзатуында белгілі тұлғалар көп болады деп қызықтырған еді. Бірақ қыздар оларды танымады. Танымал дегенде сол блогерлар болды, бірақ бір ондай танымал деген мен ойлаған ой, бір әншілер болады деген секілді. Ондай атымдар көрмедім. Біреуге танымал емес. Кейбіреулер даже инстаграм қолданбайтын қыздар бар екен. Енді өздері қараңғы болса, это не означает, что басқа біреуге танымал емес деп айтқанға. Сол кеште жұрттың көкейінде жатқан ең басты сұрақ мынау болды. Мәдина ұзатылар кезде сыңсуды кім айтар екен? Иә, айтты, бір әйгілі кісі алып кетеді деп. Бірақ енді мен болсам, мен үлкен әпкелерімізді шақыртар едім ба деп ойлаймын. Қарақат әпкеміз бар, Жазира әпкеміз бар деген сияқты. Жалпы телевизия жобасында және де әншілердің арасында да танымал кісі. Басқалар үшін болмаса да мен үшін танымал. Мәселе танымалдылықта емес, мәселе сыйластықта. Анау-мынау кемшіліктеріне қарамастан, Мәдинаның ұзатуы 137 ұпай жинады. Бұл осы аптадағы ең жоғарғы көрсеткіш. Әлі бұған тойдың жалпы әсеріне қойылатын баға қосылады. Сонда бүгінгі жолдама Мәдинаға бұйырғалы тұр ма? Мәдинаға 10 балл беруімнің себебі, мен оның тойында жақсы жоғары бағалар қойдым. Мәдинаның тойына келетін болсақ, плюс-минустарына байланысты 10 деген балл беремін. Мен Мәдинаға 10 балл беремін. Себебі шынымен жоғарғы деңгейде болды ұзату тойы. Өзінің жинаған баллы аздау болса, менің баллым көмек болса, 1 балл решает иногда вопрос. Әке шаңырағымен соңғы болып, 22 жастағы жұлдыз қоштасты. Ұзату тойына 180 адам жиналды. Салтанатты кештің бюджеті 5 миллион 250 мың теңге болды. Жұлдыз бәсекелестерінің дұрыс пікір айтатынына күмәнді сияқты. Тіпті оларға деген өкпесі де барау. Давай. Қызық болып тұр. Неғыл дейді өздер тойда болматтауы десең. Тойда болматтауы деп кіріп шығып. Қалыңдық қонақтарының жетуіне ыңғайлы болсын деп, мейрамхананы әдейі қаладан таңдаған. Бірақ уақытында келген жалғыз Жазира болды. Төрек фуршетіміз. Жемісінен кішкене ауыстейік. Списокта бар екен біз столда. Мольбертпен суреттер жасатқан екен. Өте әдемі шыққан, этнос стильдегі фотосессия жасаған екен.
Жазира Дана келгенге дейін шоу бағдарламаға той дастарханына мейрамхананың безендірілуіне қатысты пікірін білдіру үшін 1 сағат бойы өз-өзімен сөйлесуге мәжбүр болды. Тамақтары дәмді екен. Мынау гнездо глухаря деп айтамыз ғой. Сол салат дәмді екен. Ұнады маған. Абырой болғанда Жазираға серік болатын адам да келді. Бірдеңе жедім ба, не дәмді екен? Ана 2 салатты жедім, мынаны жедім. Грибы жедім. Грибы онша емес екен. Грибыдың дәмі ұнамады әйтеуір. Пересоленный болды ма? Просто баклажанның қуырылған бір салат болды. Бір кислый дәм шығып тұрды, сол себепті маған ұнаған жоқ. Туф, каждый салатты айтып отырайын ба енді? Мүмкін тырнақ астынан кірді деп айтылды ма? Жұлдыз ашуға бой берме, есесіне таңдаған бейнең өзіңе жарасымды болыпты. Дана мен Жазира солай деп ойлады. Мәдина келгенге дейін. Жұлдыз екеуміздің көйлегіміз бір жерден шыққан. Арғынбаевтан. Иә, Арғынбаевтан. Менің затымда киген көйлекте сол дизайнердікі болған болатын. Жұмысы өте әдемі, көйлегі өте қатты ұнады маған. Макияжы да жарасқан, шашы да жарасты. Өзі көп кішкентай сүйкімді қыз болып тұрды. 5 бармақ қабыл алыңыздар. Мынау қолмен емес. Жаңадан білесің? Жаңадан білесің. Қолтықне ұқсамайды. Берші дәмді екен, ет ұнамады. Түрі виді әдемі болды. Одан кейін дәмін көре келе қамыр ұнаған жоқ, жаңағы дайын жайма деп айтамыз ғой, сонымен жасалған екен. Дәмдейтін ешкім уақыт жоқ десем ойнамайтын. 5 бармақтың тестасы кішкене қаттылау болды. Қарным ашқаннан жедім бірақ. Мен өзім арнайы жеп көрдім. Пікірлерін көреген қыздар қалай болды екен, не істеді екен деген секілді. Жоқ, бешбармақ наны маған өте сочный, еті де барлығы жұмсақ болды. Мәдина тойға бақандай 2 сағат кешігіп келді. Бірақ мейрамхананың табалдырығын аттасымен танымал дейтинг шоу жауынгерлерінің қолына түсті. Мәдина енді антракты кезінде келді. Түсіністік танытуға болады деп ойлаймын, бірақ бір шетінен Жұлдызға кішкене обидно деп айтамыз ғой, обидно моменттері болып қалды. 3 қыздың да тойында болған қаладым. Бірақ қыздардың кешігуіне байланысты мен маңызды шоу программалар кейінгі 2 бөлімге ауыстырдым. Тамадағы сол жер форс-мажорна келесіне қой деген нәрсе кетті да, менде уже 2 антракттан кейін қой. Ол негіз бәрі форс-мажорна етіп қалды. Қалыңдықтың бейнесін талқылаған кезде Мәдина жаңа бір әңгіменің шетін қылтитты. Образды тіктірдім дегенге мен онша қатты сенбеймін. Танымал дизайнер деп жатыр ғой, соған сенбеймін. Бұл көйлекті егер тауып маған міне осы жерін сатып алдың ба деген зат айтпесе, мен сөз айта аламын. Себебі мен өзіме 100% сенімдімін. Өзім көрдім, өзім жүгірдім арнайы Шымкент қаласының самолетпен барып тұрып сөйлесіп жасалынған дүние ол. Қазір қыс емес, жаз. Сол себепті сәукелесін қыстық емес, жаздық қылып істейтін еді. Уже дайын көйлекті алған секілді. Оған қыздар да ерді. Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба сонда жүрет деген осы. Вроде бы сәукелесі зимний болды ма, не по погоде деген сияқты ғой. Қыстық болып тұр ғой енді. Жүн болып мына жақтар. Сәукеле қыстық зимний. Жақына мүмкін алып қарап көрмеген шығар, ол қыстық емес. Тек арзандатқым келмеді. Банағы жүні деме не дейді. Үкісі барлығы ол химия емес, синтетика емес, ол кәдімгі арнайы бір жануардың алынған, немесе арнайы бір құстың алынған үкісі, банағы не дейді? Қауырсыны деме не дейді? Жұлдыз, бұл тек басы. Әлі бұдан зорын естисің. 3-4 жыл бұрын, кажется, бір досымның тойы болған. Уже көп болған шығар бұл ресторанға, бірнеше жылдар болған. Сол 3-4 жыл бұрынғы оформление, әлі сол оформление. Еш нәрсесі өзгермеген. 3-4 жыл бұрынғы оформление емес. Алматы қаласында тұратындар білетін шығар мүмкін. Көбіне элитный ресторандардың бірі. Ресторан оформлениесіне 3 деген баға қоям. Бір вау дейтін еш нәрсесі жоқ. Не бәрі 3 ұпай. Бұл аптадағы ең төменгі баға осы болды.
Келіндер бәйгесі бір апта уақытын бірегей тарихи ескерткіштер көп Алматы өңірінде өткізді. Сондай керемет жерлердің бірі Іле өзеніне жақын орналасқан Тамғалы тас шатқала. Бұл жердегі белгі салынған таңғажайып тастар осыдан 70 жылдай бұрын табылды. Жартастардың бетіне Будданың бейнесі салынып, Тибет жазуларымен буддалық мантрлар жазылған. Тамғалы тас шатқала белгісіз шеңберлердің жартастарға қашап салған әдемі суреттері. Солардың тас қашаудағы асқан шеберлігі арқылы әйгілі болды. Бұл жерден бетіне салынған суреттері 15-16 ғасырлармен даталанатын 18 жартас табылды. Мұнда жыл сайын осы бірегей суреттерді өз көзімен көру үшін әлемнің түпкір-түпкірінен саяхатшылар келіп жатады. Сондай-ақ олар жартасқа өрмелеумен айналысады. Сіз де келіңіз. Бойымдасың сен менің бірақ, махаббатым сен, жұлдызымда сен, қайталайық сол бір күнді. Жігіттің ән салғаны вообще қатты ұнады маған. Екеуінің арасындағы жаңағы искра чувствовалась. Жұлдыз 3 бәсекелесінің ақыры бір басы қосылатын шығар деп, ойын сауық нөмірлерін кеш бойы кейінге қалдырумен болды. Алайда Мәдинаның келгені сол еді, Жазира қайтып кетті. Екеумізге осындай түседі. Неден түсті? Еттен. Мен күштіп жеп отыр едім. Енді қайтар жердер ғой. Енді сүйсініп жеп жатқан кезде бір случай болып қалды. Но одан кейін мен еш нәрсе жеген жоқпын дұрыста. Салаттан тағы кішкене шаш тауып алдық. Өмір маған шаш түседі екен, не екен. Іздеп жүреді ғой мен сол. Баклажанның етінен шықты. Как будто андай малдың бір қылы болады ғой. Сондай сияқты. Ондай болып тұрады. Басқа тойлардан да шықты ғой. Мен әрбір сон табақтарын іштерін қарап шыға алмадым. Оны ашық айтайын. Жұлдыздың әнін орындауы әдемі болды. Отбасына рахметін айтып, өсіргеніне, баққанына, барлығына ол да бір жақсы әсерін берді. Ол вообще тамаша болды. Растрогалась. Сонымен, жұлдыздың қоржынында 118 ұпай жатыр. Енді қыздардың арманға айналған 50 ұпайды қалай бөлетінін көрейік. Жұлдызға 20 балл бердім. Жазира жеңбесе, жұлдыз жеңсе деген ой бар. 20 баллды жұлдызға беремін. Жұлдызға 25 балл бердім, потому что ол қыз өзіме ұнайды. Просто. Не деген жомарттық. Тойдың жартысына қатыспағандар үшін кешірім сұрап жатқандай көрінеді екен. Сонымен алматылық бәйгенің тағдыры шешілетін сәт жақын. Тек соңғы рәсім, дауыс беру қалды. Соның арқасында қыздар қосымша 10 ұпай жинай алады. Әр бой жеткен дауысын өз фаворитіне беруі керек. Мен осы қызға дауыс бердім, себебі бұл қыз өзіме адам ретінде жалпы мінезі ұнайды. Есімі Жұлдыз. Мен осы қалыңдыққа дауыс беремін, себебі өзіме жақын деп санаймын. Оның аты Жазира.
шынымен мына жоба біткенше өзіме жақын болып, кішкене құрбы болып кеткен сияқтымыз. Мен өзімдің даусымды осы қалыңдыққа беремін, себебі осы қалыңдықтың тойы жеңіске лайықты деп ойлаймын. Ол қалыңдықтың аты Дана. Мен осы қызға дауыс бергім келеді, себебі біз жақын араласып кеттік, және оның тойы жеңу керек деп ойлаймын. Оның есімі Дана. Бүгін Дананың жолы болды. Ол 2 дауыс алды, яғни қосымша 10 ұпайға ие болды деген сөз. Бірақ бұл жағдай оның жеңіске жетуіне көмектесе алар ма екен? Шиеленіс әлі шешілген жоқ. Дауыс беру барысында атым шықпағанына вообще ренжіп болған жоқ. Дұрыс, Мәдина, ренжитін емес, қуанатын сәт келді. Қуану керек. Финалдың қорытындысы шығатын кез жақын. Жұп 4, ал жолдама жалғыз. Бұл аптада біздің жас жұбайлар бас жүлде. Шығыс Қазақстан облысындағы табиғаты ерекше Қатон-Қарағай ауданында өткізуге берілген жолдама үшін бақ сынасады. Еліміздегі ең ірі Қатон-Қарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі осында. Ол ЮНЕСКО-ның ерекше қорғалатын мұралар тізімінде. Бұл жерде флора мен фаунаның өте сирек кездесетін Қазақстанның қызыл кітабына енген түрлері сақталған. Қорықтық аймақтың табиғаты көрген адамды қайран қалдырады. Бұл маңнан әйгілі Алтай маралын кездестіруге болады. Оның үйізі панта шығыс медицинасында өте бағалы. Ал жергілікті шипажайлар панта қосылған өнімдердің негізінде ем-дом жасайды. Ондай ем адамға ерекше күш-қуат береді дейді. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысы ара шаруашылығы өнімдерімен танымал. Сондықтан жеңімпаздарымыз бал татитын романтикалық саяхатқа аттанады десек, асыра айтқанымыз емес. Тойдан кейін саяхатқа аттану бақыты кімге бұйырар екен? Эмоциям қатты шығара алмай тұрмын, өзім әлі толқып тұрмын, сенбей тұрмын, бірақ қатты қуанып тұрмын ішімнен. Жұлдыз тойдың шығынын толықтай өзі көтерген екен. Тойды өзі жасаған екен, полностью өзі жүгірген екен. О тойды ойымның түбінде жұлдыз жеңсе екен деген менде тілек болды. Болсын Малида. Жұлдыздың тойын лайықты деп есептеймін. До этого ойладым, когда уже 2 голос болған кезде ойлақалдым, неужели мен деп. Осыны айттым ғой саған. Арамызда ешкімде осы жеңсе екен деп еді. Жұлдыздың жеңісіне қуаныштымын. Жалпы оған дейін төмен баға қойсам да, бүгінгі бүткіл даусымды жұлдызға бердім. Және де тойы әсерлі болды. Жалпы жұлдыз қатысам деген мен көңіліне қарадым. Ұтамыз деген ой болған жоқ. Жалпы салынған жоқпын, жұлдыз өзі жүгіріп жүрді әйтеуір. Сол ұттың деп дайнасқа тек қасық болып кеп тұрмын. Менің ойымша, менен қарағанда ең қатты қуанатын отбасым сияқты. Мен қатты ағысында айтқым келіп тұр сендерге, бәрі сендердің арқаларың, жоғары бал қойғандарың. Енді шын жүректен мен қуаныштымын. Жазира эмоциясын жасыратын емес, жеңіске өзі жеткендей болып жүр. Сөйлейтін кітапты оқыған кезде қандай күйге түсетініңді көрерміз. Дананың тойы. Айттым ғой, жоғары бал қоямын деп. Қалыңдықтың образы. Так, шоу бағдарлама. Иә, Дана, қойылған бағалар қалай екен? Енді сол ужас деп айтпаймын ғой мен оны. Неге олай төмен қойғанына мен өзім кішкене в шоке. Келіспеймін де ол бағамен. Бұдан кейін Жазираның тойы. Қалыңдықтың образы. Керемет.
өзім де түсінбедім Мадинаға именно қай жерім жақпағандығын. Асым әзірі. Жатыңдаршы. Так. Қаттар отсың өзіңдікі жазира. Есінде сақтақ қалай. Енді халық алдында болып жатқан жоба болғандықтан Мадинаның ол қылығына енді халық өз бағасын берер деп ойлаймын. Енді олар зациклено сондай неге, цифраларға, сондайларға. Выигрывает не она, а другая. Бұл жерде уже ол теманы жаба салу керек. Мадина неге олай төмен баға қойдың десем, она не может ответить на этот вопрос. Ренжиді, оған причиналар болды. Мәдина өзінің қойған бағаларына өкінбейтін сияқты. Адекватно қойдым деп ойлаймын. Егер мен бүткіліне аз бал қойып, және де маған қыздар көп бал қойып, мен жеңіп кетсем, мүмкін мен ұялар ма едім. Мадинаның заты той. Көріп жатсың? Мәдина бәсекелестерінің өзіне қойған бағалар туралы ештеңе айтпады. Әлде қыздардың жоғары ұпай бергенін көріп, ыңғайсызданып қалды ма? Так, жұлдыздың заты. Маған келді десе. Қалыңдықтың образы. Жазира 15 қойыпты. Ал Мәдина 3 еседей төмен бағалады. Маған Мадинаның образыма 6 балл қойғаны ең басқа тойымнан бөлек мен образыма өте қатты көңіл бөлген. Маған өте қатты тиді. Бірақ қызғаныш болған шығар дегенде ой бар. Мейрамхананың безендірілуі. Төмен бағаға татитындай безендірілу болмады. Осымен бітті. Менікі общий қанша шықты? 181 ма сондай. Көйтім 2 балл негізі ойнап тұрған. Иә, 2 балл ғана болып қалды, кішкене обидно. Дана, қалай дұрыс айтқансың? Бәйгенің тағдырын бір-ақ ұпай шешуі мүмкін. Менің той барынша Мадинаға жақпаған екен. Вот так вот. Мүмкін тактика, мүмкін сондай төмен бағаға қою арқылы өзінің балын жоғарылатқысы келген шығар, мен ол жағын білмеймін шынайы ниетін. Мадинаның тарапынан енді мен ойымды ашық айтатын болсам, кішкене артық кетулер болған секілді. Енді басында ренжіп болмайды деп айтқан өздері, енді қазір ренжіп жатқан шығар мүмкін менің қойған бағама. Ренжісе маған енді ренжі берсін, не істемейді. Өздерінің проблемасы деп ойлаймын. Жарайды, енді турнир кестесіне көз салайық. Мәдинаның ұзатуы апта бойы көш басында тұрды. Бірақ өзінің салқын мінезі оны 4-ші орынға түсірді. 167 ұпай. 3-ші орынға Жазира жайғасты. 177 ұпай. Дананың тойы 171 ұпай жинады. Бірақ ең үздік қалыңдыққа берілетін 10 ұпайдың арқасында ол 181 ұпайға ие болды. Ал алтын медальді жұлдыздың ұзатуы жеңіп алды. 183 ұпай. Жеңімпаздар шабаданын жинай берсе де болады. Ал жеңілген жұптардың әр қайсысына жобамыздың атынан 50 000 теңгеден жұбаныш сыйлығы беріледі. Наконец-то! Алда жаңа шайқастар күтіп тұр. Дүйсенбіден бастап үздік атану жолындағы жарысқа семейлік қалыңдықтар кіріседі. Көріңіз, қапы қалмаңыз. Келесі аптада көретіндеріңіз. Я ожидала больше. 39 градуста кішкене ыстықтап, шаршап қалдық. Понравилось. Так как я в Алмате такого не видела. Ят сияқты айтпай қойсын.